Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтанов еліміз. Бүгін просто Помеловат атты киноға шоу жасайтын боламын. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен шоуды бастайын. Әдеттегідей орман ішінде ағаш шауып жүрген Джонни атты жігітті байқаймыз. Ол орман ішіне таң атқанда кіріп, кеш батқанда бірақ шығатын жігіт. Жұмыс уақыты біткен соң үйге қайтар жолға түседі. Үйінде оны күтіп отырған әйелі мен 3 баласы бар болатын. Бірақ бұл жолы үйге тып-тыныш қайту бұйырған жоқ. Жол бойын бөгеттеп тұрған полицейлер Джонниді тоқтатады. Ол іштей бұл әдеттегі тексеріс еместігін түсінді және барынша шыдамдылық танытуға тырысты. Бірақ шериф оның ақ нәсілді әйелі жайлы әзілдейді. Ісін асырға шапты және Джоннидің шыдамы таусылды. Теледидардағы жаңалықтар қалада қауіпті қылмыскер Джонни атты қара нәсілді жігіттің тұтқынға алынғандығын хабарлауда. Сот күні оны полиция өмір-бақиға түрмеге жабуды ұсынды. Ал сот мырза басқа жазамен түрмеге жапты. Брайан атты жоғары білімді жігіт түрмеге келді. Бірақ қылмыскер ретінде емес, керісінше осы жерге қамалған Дэвис атты жігітпен сөйлесуге. Дэвис өзін кінәсіз санайды. Екеуі жолығып сөйлескенде бірін-бірімен жақсы араласып, ортақ қызығушылықтарының көп екендігіне көз жетеді. Әңгіме уақыты ұзаққа созылды. Ал бұл нәрсе түрме күзетшісіне ұнамады. Ол екеуін ажыратып Дэвисті жазалайды. Ал Брайан болса бұл әдетсіз көріністі көріп отырды. Кейін қаладағы үйіне келіп, өз отбасына қара нәсілді адамдарды қинап жүрген жерге олардың құқықтарын қорғау үшін баратындығын жеткізеді. Оның қазір жақсы жұмысы, әрі жанында ата-анасы бар. Анасы Брайаннан нақты шешім бе деп қайта-қайта сұрайды. Себебі бұл ұлының басқалардың өміріне әділетсіз деп жүріп, өзіне зиян келтіріп алмай ма деп уайымдайтын. Сапарға шыққан Брайан қажетті мекенге келген соң, сол жерден өзінің қара нәсілді азаматтарға көмектесетін штабын құра бастады. Бір ғимаратты жалдау барысында үй иесі Брайанның мақсатын білген соң жалға беруден бас тартады. Жанындағы көмекші қыз Ева оны өзінің үйіне алып барады. Дастархан басында отырған Ева осы аумақтағы әділетсіз сотталып, құқықтары тапталған қара нәсілді азаматтардың көптігін және солар жайлы деректер келтіре бастайды. Іс күрделеніп, Брайанның жұмыстары көбейді. Бұл видеоның демеушісі Brixbet компаниясы. Мұнда спорт пен киберспортқа үлкен линия бар. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Менің промокодым арқылы алғашқы шотыңызға 240 000 теңгеге дейін бонус ала аласыз. Тезірек кіріп, жеңімпаз атан. Сілтеме мен промокод бекітілген пікірде. Осы жазықсыз сотталды деген адамдардың арасынан 6-ын алып, олармен кездесу үшін түрмеге барады. Түрмеге барып өзін адвокат екенін айтып, келген жайын жеткізгенде түрме полицейлер оған күдікпен қарап, барынша тексереді. Киімін шешкізіп, үсті-басын түгел тінтіді. Кейін рұқсаттарын беріп, оны кездестіреді. Бастапқы Брайанмен кездескен айыпталушы өзінің мойнына тағылған қылмысты түгел мойындап, тіпті ақталғысы да келмейді. Тек бар айтқаны, сот оның психикалық ауруын ескермеген екен. Осылай Брайан 3-4 жазасын өтеушілермен кездесіп шығады. Кейін соңында біз күткен Джонни де келді. Бірақ оның да Брайанмен анау айтқандай сөйлесуге ниеті жоқ. Бар айтқаны сот оның бар дүниесін тартып алған еді. Кейін Джонниді камерасына апарып тастаған соң, ол құқықтық кітаптарды оқи бастайды. Ол тек өзіне ғана сенетін және өз ғана бұл түрмеден шыға аламын деп санайтын. Кейін ашуланған Джонниді көрші камерадағы жігіт сабырға шақырады. Ал оның арғы жағындағы адам бұларға өздеріңді сабырға шақыру үшін армандаған жеріміздеміз деп елестетіңдер дейді. Көлігіне мініп Еваның үйіне барған соң, Брайан түні бойы ұйықтамай сотталғандардың архивін қарап шығады. Сол архивті қараған сайын, бұл жердегі қара нәсілділердің құқығы қалай тапталып жатқанын түсінеді. Бірақ бастысы бұл жерде оны алаңдатып тұрған Джоннидің ісі. Оның сотталуы бар болғаны 2 куәгерге негізделген. Бірі өмір бойғы өмірін түрмеде өткізіп, кейін қашудың орнына Джонниді кінәлаған Мэйерн. Одан соң Холл атты адам. Ол Джоннидің жүк көлігін оқиға күні көрген еді. Брайан болса көлігімен прокурор болып сайланған адаммен жолығуға шығады. Бірақ кездесу кезінде Чоппер әділдікті орнатуды ұсынған Брайанның сөздеріне теріс жауап береді. Тіпті көмектеспесе де, сот жайлы ақпараттарды сұрап еді, оған да келіспеді. Болмағасын Брайан өзі қаланы аралап, керекті деген мәліметтерді іздеп, қылмыс орындарын өзі тексере бастайды. Қай жерді қарап, қай жерді тексерсе де, ол өзінің артынан полиция көлігі аңдып жүргенін байқайды. Брайан кейін Джоннидің отбасына барады. Оның үйіне барғанда туыстары Брайанды асыға күтіп отыр екен. Барлығы отырып Брайанмен кездескенде, мұндағы оның таныс достары Джоннидің кінәсі жоқ, ол мұндайға бармайды деп шулай жөнеледі. Кейін өз араларынан Джоннидің қылмыс жасады деп айыпталған күні толығымен жұмыста болғанын айтып береді. Дәлел ретінде онымен күні бойына жұмыс жасаған жас жігітті көрсетеді. Жігіт болса сөзін растап, бірақ осы жайлы сотта айтайын десе, жалған сөз сөйледі деп өзін соттап жібере ме деп қорқады екен. Келесі күні Брайан қайта Джоннимен кездесуге келеді. Өзінің қайта істі қарау бойынша ұсынысымен Джонниді көндіреді. Ол да Брайанға сенеді, бірақтан оның миында бір күдік тұрды. Брайан осының бәрін неге жасап жатыр деп ойлады. Оның үстіне қаладағы қаталы жұмысты тастап, осы аймаққа тегін жұмыс жасауға келген еді. Ал Брайанның өзі бұл сұраққа жауап береді. Айтуынша бұл оқиға оған таныс. Ол біледі және түсінеді, сондықтан да көмек бергісі келеді. Ал түрмедегі жазаланушы адам өзінің өлтіретін күнін күтіп отыр.
ол ендігі бұл қылмысына мойынсұнған еді. Сол себепті де еш қарсылығы жоқ. Жанындағы камерадағы достары оны қолдауға шақырады. Ал Брайан оның өлім жазасына кесілу күнін шегеруге тырысуда. Кешкісін Еваның үйіне қоңырау түсіп, егер Брайанға көмектесуді доғармаса, үкімет одан үйін тартып алып, біраз жаман заттар жасау мүмкін екендігін айтып бопсалайды. Брайан болса Еваға көндігін айтып, өзінің басқа бір үйге кететіндігін айтады. Ал Ева бопсалаушыларға қарсы тұрғысы келіп отыр. Брайан осы аумақта тұратын тұрғындардан Джоннидің ісі бойынша бір мәлімет болсын алайын деп әр үйден сұхбат ала бастайды. Бірақ есікті ашқан адамдардың әрқайсысы жан-жағына жалақтап қарсы болатын. Кейін ол бір жерден үй жалдап, офисін сол жерден ашады. Басқа әріптестерімен алыстан байланысып, жұмыстарын жалғастыра бастайды. Кейін Брайанға мәлімдеме бере алатын өткен жолғы жігіт байланысқа шығып келісімін берді. Ол Джонниді айыптаған екі куәгердің де пікірін жоққа шығара алатын. Бірақ ертесі күні оны полиция, егер осылай куәгерлік білдірсе, қамауға алатындығын айтады. Сондықтан жігіт Брайанға Джоннидің ісіне көмек бере алмайтынын айтып, өзінің қамауға түскісі келмейтіндігін жеткізеді. Брайан болса полицейлерге барып, не үшін баланы куәгерлігі үшін тұтқынға алатындығын сұрайды. Ал олар бәрібір қолынан келмейді деп жауап береді. Кешкісін Брайанды жолай көлік тоқтатты. Ол оған ісін доғармаса біраз қиындықтар болатындығын айтып қорқытады. Ал келесі күні Джоннимен кездескен Брайан оның әлі үмітін жоғалтпағанын көріп қуанып қалады. Джоннидің сотына басты куәлік танытқан Майерс пен Брайан кездеседі. Майерстың айтуынша ол Джоннидің сотталуына бірден-бір басты адам. Бірақ оған полицейлер өзінің де сотталатындығын ескертпеген екен. Брайан болса сотты қайта қарап, пікірін өзгертуді ұсынады. Ал ол орнынан тұрып кетіп қалады. Сосын Брайан архивтерге рұқсат алады. Осының арқасында Майерстың жалған куәлік жасағанын дәлелдейтін аудио жазба табады. Ол өтірік айтуды қаламаса да, полиция оны мәжбүрлеген болып шықты. Евамен бірігіп ол біраз ақпарат жинайды. Осылайша істі қайта қарауға мүмкіндік аламын деп жоспарлады. Ал Герберт болса жылап жатыр. Жылауына себеп бүгін оны өлім жазасына кеседі. Ал Джонни оны жұбатып, жақсылықтан үміт үзбеуін айтады. Бірақтан Брайанның Гербертті құтқаруға шамасы жетпейтін еді. Жігіт сонда да оны соңғы сәтіне дейін қолдауды шешіп түрмеге келеді. Ал Герберттің жазаланатын уақыты келгенде, түрме ішіндегілер қасықтарын қабырғаға ұрып, досына қолдау білдіреді. Кейін оны жазалаған соң, Брайан өзін оған көмектесе алмаған үшін кінәлі сезінгендей жабырқаулы болды. Ертесіне Майерспен кездескенде, оған аудио жазбасы жайлы айтып, егер ол шындықты айтса, 3 баланы жетімдіктен құтқаратынын айтады. Брайан оған уақыт беретіндігі жайлы айтты, бірақ шындықты айтуын ұсынды. Келесі күні қайта сот орын алды. Іске куәгер ретінде Майерс келді. Ол бастапқыда сол баяғы сөздерін айтып бастаған еді. Кейін алдында отырған бұрынғы досының жүзіне қарап шындықты айтып береді. Оған қоса Брайан да сот мырзасына қосымша материалдарды беріп, Джоннидің қызының өліміне қатысы жоқтығын дәлелдегендей болды. Сот болса бірер уақытқа тоқтап, үзіліс жасады. Үзіліс кезінде Джонниға отбасымен кездесуге мүмкіндік беріледі. Ол осы уақытқа дейін түрмеде өткізген 6 жылында бұндай жағдай болған емес. Ал сот қайта басталып, шешім шықты. Сот Джонниді қайта камераға жауып, нақты шешім шыққанша сонда қалатынын айтады. Ал оның залда отырған ұлы эмоцияға ерік беріп бұл жерде ерегес бастайды. Брайан үшін барлығы біткендей болып көрінді. Бірақ Джоннимен кездесіп, оның әлі де болсын салқынқанды болып отырғанын көріп, соңғы үмітке дейін күреседі. Ол Джоннидің отбасымен мәселені қайта талқылады. Одан соң ендігі істі қайта қарау үшін жоғары соттың шешімі керек екенін түсініп, Джоннидің ісі бойынша бағдарламаға шығады. Ол жерде Майерс те болды. Кейін барлығына белгілі болған соң, жоғарғы соттан істі қайта қарауға рұқсаттама қағазы келді. Алайда Чоппер Брайанмен кездеседі. Жас жігіт Чопперге пайдаң тимесе де, зияның тимесін деген еді. Бірақ ол қайта қасарысып алғандай. Келесі күні сот басталады. Жоғарғы сот залында Чоппер де бар, және ол сот басында істі қайта қарауға прокурор ретінде қарсылық білдіре алады. Бірақ ешкім күтпегендей ол рұқсатын береді. Ал сот басталып, жоғарғы дәрежедегі сотта материалдар қайта қаралып, соңғы шешімде Джонниді айыпсыз деп тауып, оны бостандыққа шығарады. Бұл шешімге сенер-сенбес халде Джонни жылап сала берді. Оның жанында қуанған отбасы да бар. Түрмедегі достарымен қоштасып, бостандыққа шығады. Өзі әділдікке қол жеткізген соң, Брайанның жанына көмектесіп, адвокат болып әділетсіз өзін қаматқан адамдарды жазалайды. Оған қоса өзімен бірге түрмеде жазықсыз қамалған достарын ақтап шығады. Осымен киноның соңы. Келесі кездескенше.